Шоқан Уәлиханов атындағы Қорғаныс министрлігінің әскери колледжі еліміздің қарулы күштеріне кәсіби сержанттар дайындайды. Әскери колледжде білім алуға барлық жағдай жасалған. Колледжде білім алу тегін, курсанттар тұратын орынмен, тамақ және заттай мүлікпен қамтамасыз етілген. Оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Колледжге 17 жасқа толған азаматтар оқуға қабылданады. Мұнда оқуға түсу кезінде аттестаттың орташа балы ескеріледі. Ол кемінде 3 балл болуы тиіс. ұбт нәтижелері қажет емес. Сондай-ақ медициналық тексеруден өту, дене шынықтыру дайындығы бойынша нормативтерді, психологиялық тестілеуді тапсыру қажет. Колледжді бітірген түлек әскери мамандық алып, 100% кепілдікпен жұмысқа орналаса алады. Дипломнан бөлек, курсанттар жаяу әскер жауынгерлік машинасының механигі, сондай-ақ Б және С санатындағы автомобиль жүргізушінің куәлігін алады. Кадеттер әскери бөлімдерге қарулы күштердің бас сержантына дейін мансаптық өсу перспективасымен бөлімше командирлері лауазымдарына жіберіледі. Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге түсу үшін тұрғылықты жері бойынша жергілікті әскери басқару органына өтініш білдіру керек. Кәсіби сержант болғың келсе, кадет болуға бағыңды сына. Әскери колледж мүмкіндіктер алаңы.